Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге анамның рецептісімен дайындалатын қарын салатын дайындайтын боламыз. Арнама лайк басып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен сәбіздерімізді түйіркуден өткізіп аламыз. Сары сәбізімізді және қызыл сәбізімізді өткіземіз. Сәбіздерімізді өткізіп болғаннан соң чим-чим запрақысын 2 ас қасық қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Енді сиырдың қарынын видеодағыдай етіп турап аламыз. Пиязымызды да үрлеу етіп тураймыз. Орам жапырағымызды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді укропымызды ірі етіп тураймыз. Ыдысымызға бірінші қарынды салып аламыз. Пиязымызды саламыз. Орам жапырағымызды, ас көгімізді салып аламыз. Оның үстіне алдын ала дайындап қойған сәбізімізді салып аламыз. Енді үстіне паприка, кинза, қарабұрыш және қызыл бұрышымызды салып, 4 тіс чесногымызды ұсақтап саламыз. Үстінен 1,5 қасық тұзымызды салып, қыздырылған майды құйып, араластырып аламыз. Үстінен соя соусын 2 ас қасық қосамыз. 1 ас қасық шекерімізді салып, араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Дәмі бір-біріне сіңіп, дәмі керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.